Тамаша соқ. Мақсат Байжанұлы. Браво! Не деген соққы мынау? Керемет соққы болды. Мақсат Байжанұлы. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Allah. Ya baram. For me. 2 minuttan keyin baram. Biroq ertang. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Бекбаев Арман Мажитұлы, 1985 жылғы және Рахимов Мақсат Байжанұлы, 1983 жылы Алматы қаласынан туған. Бизнес саласында жұмыс істейді. Қазіргі таңда қаладағы ең табысты жас кәсіпкерлер. Отбасылық жағдайлары екеуі де бойдақ. Осы сенің жасың бар ғой, 30-ға келді. Қашан үйленесің, а? Соны айтшы маған. Үйленеміз ғой мама уақыты келгенде. Қашан енді? Ақша жинау керек, ақша. Бір басында 4 машинаң бар, 3 пәтерің бар. Саған не керек енді, а? Мүмкін сен самолет алғанша күтіп отырармыз, а? Самолет алғанша күтеміз, мам. Мен болдым. Кеттім жұмысқа. Ойымдамаң үшін. Жаным, сол. Құртақсыз дедім ғой, мама. Кеттім. Арнайы Франциядан алдырған сырды неге лақтырып жібергенсіздер? Ол бар ғой, Франциядан келгенше көгеріп кетіпті. Осы сен бар ғой, шетелден тамақ алдырғанды қашан қоясың, а? Өзіңіз сүкте жетеді ғой осы. Жан. Қайырлы таң. Міне сен кофе. Жан, сен қашан үйленесің? Bir esi dұрыс қыз табайын. Сосын үйленем. Мен ше. Мен сонда ешкім емес екен ғой саған, Өзіңе көп алмас сүмелек. Сенен де басқа еркек жоқ дейсің ба? Көзіңді аш, Ромео. Артымнан жүгіріп жүргені талай. Өзіңді кім деп ойлап жүрсің, а? Урод, козел. Ақшаңа сеніп жүрсің ба? Сенің ақшаңның маған қажеті де жоқ, түсіну. Мені ақшаға сатып алды деп ойласың, қателесесің сен. Сенен де басқа жігіт табылады маған. Чао, азғын неме. Жан, жолыма ақша бер. Екеуі де қаладағы ең танымал әрі табысты бизнесмендердің қатарында. Аз уақыт ішінде биікке жеткен. Кәсіпкерлер арасында сый мен құрметке ие. Ең қызығы, ешбір таныс, тамыр, туыс көмегінсіз табыстар қатарында жүр. Ақшаның құнын біледі. Екеуінде айту бойынша ең жақын туысы Франклин мырза. Қандай Франклин? Бенджамин Франклин.
Бәсеке? Не болып қалды? Мынау құлап қалыпты. 20 теңге ме? Иә, 20 теңге. Осы шырт қызық. Ақша жоқ деп жылайды. Ақшаң бәрі жерде жатыр ғой шашылып. Сәл беліңді бүксең болған. 20 теңгеде ақша ма, бәсеке? Тоқтап, газет алшы. $1,5 миллион офшор арқылы. $4 миллион шотқа ертең түседі. ИП-ларға бөліп тастайсың. Иә. 28 миллион компанияға, 6 миллион маған тиесілі. Таза табыс. 8 миллион. Зачем? 20 теңге ма? 22 теңге. А? Не айтып отыр едің? Иә. Маған газет бере салыңызшы. 200 теңге. Тағы да 20 теңге. 20 теңге ақша емес дейсің ба? Ақшаны аз деп ешқашан менсінбеуге болмайды. Ақшаның аты ақша. Екеуі де іскер, әрі қабілетті. Өмірде жұмсақ болса да, жұмыста келгенде шамадан тыс қатал. Жауапкершілік олар үшін жай сөз емес. Компаниямыз осы екен. Аз ғана уақыттың ішінде үлкен жетістіктерге жеттік. Осы жұмыскерлердің еңбекқорлығының арқасында. Біз күніне 500-ден 1000-ға жуық адам қабылдаймыз. Кешіріңіз. Не мынау? WhatsApp қой. Сіз неге жұмыс уақытында әлеуметтік желіде отырсыз? Түсінбей қалдыңыз. Әйелім ғой. Әйеліңмен үйге барып сөйлесу. Бұл жұмыс орны. Заттарыңды жинады кет бар. Қалай? Отбасы ғой, бала шаға. Барлығын бері қараңдар. Егер жақсы күйеу болам десеңдер, үйлеріңе құрыңдар. Әйелдерінің көңілдерін тапқыларың келсе, кетіңдер үйлеріңе. Жақсы әке болам десеңдер, жоғалыңдар үйлеріңе. Барлық күштеріңді баланың тәрбиесіне салыңдар. Дұрыс! Бірақ бәрін жағам десеңдер, үйлеріңе кетіңдер. 10 жылдан кейін әйелдерің жаңа шуба сұрағанда, балаларың өсіп, үйге келін әкеліп ақша сұрағанда, маған әлеуметтік желіден, болмаса WhatsApp-тан SMS жазарсыңдар. Бірақ сол кезде мен сендердің SMS-теріңе жауап бермеймін! Өйткені мен жұмыс уақытында WhatsApp-та отырмайын. Жұмыс және мен. Түсіңдер ме? Егер ВКонтактеде отырғыларың келсе, WhatsApp-та отырғыларың келсе, Instagram-да отырғыларың келсе, құрыңдар үйлеріңе! Ал егер су жаңа көліктің салонында отырғыларың келсе, жұмыс істеңдер. Мен сендердің басқа ештеңе сұрап отырған жоқпын. Жұмыс, болды! Таңдау өздеріңізде. Мамам ғой, маманың жөні біледі. Жұмыс істеңдер. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Менің атым Арман Бекбаев. Жайна Қуанышқызы. Жүсіп Тайжанұлы өзінде шығар? Жоқ, ол кісі өзінде емес, жиналыста еді. Күте тұрыңыз. Жарайды. Мына туындының авторы кім? Білмедім. Қарындас, мен дереу мынаны сатып алуым керек. Бағасы қанша? Жоқ, ол сатылмайды. Бұл офистің мүлкі ғой. Ал егер бұлай болса ше, мысалы 5 миллион теңге. Сенімдісіз бе? Білесіз бе, өнер мен үшін өмірмен тең. Бұның құдіретіне ешқандай ақша жетпейді. Жайна, маған ешкім келген жоқ па? Арман Бекбаев келіп кетті. Ол маған 5 миллион қаржы жетті әкеп тастап кеткен шығар.
Сонда нақтық кәсіптері қандай? Сату. Не сатады? Бәрін. Қалай сонда? Сатудан бұрын байлыққа кенелу үшін бір нәрсені өндіру керек. Бір бұйым жасау керек қой. Бұлар сонда не жасайды? Ақша жасайды. А? Ақша. Неден? Ауадан. Мақсат, мына компанияңа 2,5 миллионнан артық бір тиын бере алмаймын. Қазір дағдарыс. Жәке, біз бұл нарықта жұмыс істегенімізге бірнеше жыл болды. Сондықтан сіз де ойланып көріңіз. Бірнеше күннен кейін баға қайтадан көтеріліп кетуі мүмкін. 2,5 миллионнан артық бір тиын қоса алмайсыз, иә? Иә. Жақсы. Келістік. Мен сенің осындай шешім қабылдайтыныңды білгенмін. Не үшін? Қаншама жылдан бері дамытып келген компанияңызды соншама арзан бағаға сатып жібердіңіз? Менің компаниям, ол менің жұмыскерлерім. Бір айдан кейін ана жақта жұмыс істейтіндер мына жерге қайтадан қайтып келеді. 100%. Демек компанияның атаған өзгерді, болды. Сонда? Дәл өзі. Өз құны 500 мың. Ал біз оны 2,5 миллионға саттық. Түсінесің бе? Жоғал десем біздің немен айналысатынымызды ұмытып қалдың ба? Жылжымайтын мүлік сату? Дұрыс қой енді. Түпкі мақсат ғимаратты сату. Болды. Сондай. Принтерді қайда қойын? Ана жаққа қой. Айта кететін нәрсе, екеуі де бір мектепте бітірген. Жастайынан жақын дос болып өскен, алғашқы іскерлік жобаларын мектепте бірге жүзеге асырған. Бірақ ең қызығы, айырылмас достар қазіргі таңда бір-біріне нағыз дұшпан. Бірін-бірі иттің етінен жеп көреді. Арман аға, сіз қазір 5 минуттан кейін шығасыз, әзірге шай ішіп алыңыз. Және де журнал оқысаңыз да болады. Не болып қалды, сізге шайнамай қалды ма не? Жоқ, тәбетім болмай тұр. Алло. Алло. Қайнар. Алло, аға. Сен ана «Бизнес бүгін» деген журналды естіп едің? Не журнал? «Бизнес бүгін». Иә. Естісең былай. Сен қасыңа жігіттер жинады? Сол журналдың кешек шыққан тиражы бар ғой. Соны бүкіл қаладағы газет, журнал сататын дүңгіршектерден жинап сыпырып ал. Сосын? Сосын өртей сал. Арман аға, студия. Сіздер бүгінгі студиямыздың мейманымен таныс болыңыздар. Ол елімізге белгілі кәсіпкер Арман Мәжітұлы. Рахмет. Сіз өткен жылы еліміздегі ең табысты кәсіпкерлердің қатарынан табылдыңыз. Енді осы тұста айта кетіңізші, бизнесте достық болуы мүмкін бе? Жалпы мен өзім достық деген ұғымға аса сене бермеймін. Достық жолында пайда болған бизнестен көрі, бизнес негізінде табылған дос әлдеқайда пайдалы. Ол достық дегеннен көрі қызметтес, әріптес, не болмаса серіктес дегенге жақындап келеді. Білесіз бе? Досқа сенгенден көрі өзіңе сенген. Официант! Счет призыш? Тыныштық па аға?
Бір шай, бір пирожный, сосын бір телевизор. Байқамайсыңдар алдым. Соншама бір-бірін жек көретіндей не себеп? Оны ешкім білмейді. Біреулердің айтуынша бәріне себеп қыз. Біреулер ақша дейді. Оны екеуінен басқа ешкім білмейді. Әйтеуір бізде бар ақпарат бойынша бірін-бірін көрместей болғанына мінеки 10 жылдан асып кетті. 10 жылдан бері бір-бірін көрмеген бе? Иә, бірде-бір рет көріспеген. Бірақ жалғыз бір кездейсоқ орын алған. Қай жерде? Балалар паркінің ашылу салтанатында. Содан? Құрылыстың бас спонсорлары екеуі болып шығып, лентаны кесу мәртебесі екеуіне бірдей бұйырып қалған ғой. Нәтижесінде? Құрметті көрермендер, міне бүгін біздің қаламызда тағы да бір ойын-сауық кешені ашылуда. Бұл ойын-сауық кешенінің басқа ойын-сауық кешенінен айырмашылығы. Жүр, кетіп түсірейін. Осыдан соң оларды ешбір шараға бірге шақырмайды. Бірі жүрген жерге екіншісі аяқ баспайды. Принцип. Бірақ бүгін жылдың өздігін таңдайтын салтанатты рәсім. Жыл кәсіпкер жүлдесі. Ол жерде екеуі де болатыны анық. Себебі екеуі де үміткер. Қызық. Бірнеше жылдық сараптама бойынша мынандай бір маңызды түйін бар. Бұл екеуінің бүгінде қол жеткізген дәулет, байлық, атақ, абыройын барлығы жалғыз ғана нәрсенің арқасында. Ол біріне бірі деген жек көрінішпен араларындағы бәсеке. Бірі-бірінен асып түсем деген серт берген екеуі бүгінде не істесе де екіншісінен артық көріну, озып кету үшін істейді. Бірі екіншісінен үздік екенін дәлдеу үшін барын құрбандыққа шалуға дайын. Білім, байлық, ақша, оның барлығы жай ғана бірінің алдында бірінің үстемдігін көрсету үшін қолданатын құралдар. Ең бастысы бұл бәсекеде бірінші шығу. Түсінікті. Екеуі де іске жарайды. Дайындала беріңдер. Бүгін қаламыздағы ең танымал кәсіпкерлер бір ортадан табылды. Себебі бірер уақыттардан соң жыл кәсіпкері номинациясының иегері анықталатын болады. Тіпті ешқашан басы қосылмайтын Бекбаев Арман және Рахымов Мақсаттардың бір ортада жиналуы осы сыйлықтың қаншалықты маңызды екенін аңғартса керек. Ендеше құрметті көрермендер, ішке кірейік. Шынымды айтсам, мен қазір қобалжып тұрмын. Себебі дәл қазір мына ғимараттың ішінде 16,7 миллиард ақш доллары жүр. Ал енді бүгін кештің басты жүлдесін марапаттау үшін кешіміздің мәртебелі қонағы, осы жүлденің ұйымдастырушысы Алтай Мансұрұлын сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Қайырлы кеш, қадірменді қонақтар. Бұл жылы шешім шығару қиынға соқты. Әйтсе де, ұзақ талқылаудан соң әділ қазылар бір шешімге келді. Сонымен жыл кәсіпкері атағына ие барлығымызға сыйлы әрі танымал Бекбаев Арман. Рахмет. Және Рахымов Мақсат. Бұл жылы жүлдегер екеуі болады деп шештік. Қошеметтеріңіз. Ал, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет. Кешіріңіздер. Жағаласпай тұра тұрыңыз. Кешіріңіздер.
Менің есімім бірінші болып аталғандықтан мен бірінші сөйлеуге міндеттімін деп ойлаймын. Қанша дегенмен де бірінші нөмірдің аты бірінші нөмір емес пе? Гигиеналық тұрғыдан келгенде менің бірінші сөйлегенім өте өзіме тиімді. Ал мына кісіден кейін сөйлесем, мына микрофондарыңызды дезинфекциялауға тура келеді. Мен сіздерге сенімдеріңіз үшін зор алғысымды білдіремін. Және бір айта кететін дүние, мына мен жүлде қорымда мына кісімен есімі кім еді? Жарайды, маңызды емес. Мына кісімен бөліскендігім бұл өмірімдегі бір өрескел қателігім болды десем, артық айтқандығым емес. Бірақ Алтай Мансұрұлы, мен оған еш ренжімеймін. Мынандай марапатқа ие болу мен үшін үлкен мәртебе. Жүлде қорымды мына кісімен бөлісу өзім үшін қайырымдылық деп қабылдайын. Қанша дегенмен де, мынандай жағдай нашар адамдарға қашанда көмек қолымызды созып отыруымыз керек. Бұл біздің азаматтық әрі адами борышымыз. Барлықтарыңызға рахмет. Ал, Мақсат мырза. Мен өзім нағыз джентльмен ретінде сөздің кезегін мына кісіге бердім, өйткені бұндай кісілердің жолдар жіңішке келеді. Ал екіншіден, соңғы түйенің жүгі ауыр дегендей салмақты сөзді өзім айтатыным дұрыс болды. Үшіншіден, менің жеке дара жеңісімнің жартысын осы кісіге бөліп бергендеріңіз, сіздердің үлкен аса мейірімділіктеріңіздің және адам сүйгіштік қасиеттеріңіздің бірі деп білем. Кім біледі, мүмкін бөліп бермегендеріңізде бұл кісінің жүрегі ауырып, осы жерде бақилыққа кетермеді. Сондықтан менің жеке триумфымның осындай қазалы оқиғамен аяқталмау үшін жеңістің жартысын бөліп бергендеріңізге көп-көп рахмет сіздерге. Және айтатын дүние, құрметті. Болды. Доғарыңдар. Сен неге жалғаса бересің менен? Кешіміз жалғаса берсін. Ал біздің әңгімені анда барып жалғастырайық. Әрине кешіміз салтанатты түрде жалғасады, кешімізді ары қарай тағы да әдемі көңіл күймен жалғастырамыз. Мойындаш, мен сенен өмірде бір рет болса тасыптым ғой. Өзіңнен мықтыны мойындау үлкен ерлік. Сен менің тырнағыма да татымайсың. Немереге бекер тыраштанасың? Абайла жарысам деп байқамай өліп кетіп жүрме. Жарыс? Сен сонда менімен жарысып жүрмесің? Мен қалай білмеген? Мен бұрын тіпті жарысты бастаған да жоқпын. Егер де бастайтын болсам, сені баяғыда шаңыма көміп кететіндер. Алтеке. Болды оғарыңдар. Жас балаға ұқсап жұрттың көзінше дауласқандарың дұрыс болмады. Өмір бойы әйелдерге ұқсап салғыласа бергенше, дауларыңды шешіңдер де қоя беріңдер. Қалай? Бір-бірлеріңді мойындатқыларың келе ме? Иә. Ендеше тең жағдайда, тең мүмкіншілік, тең шартпен сайысып көріңдер. Еркекше. Түсінбедім. Шарт мынадай. Кімнің мықты екенін дәлелдеу үшін кез келген ауылға аттанасыңдар. Бір тиынсыз, бір таныссыз, ешбір тұрмыстық жағдайсыз, телефон байланыссыз. Іскерліктеріңді дәлелдейсіңдер. 6 айдың ішінде кім капиталды көп жинаса, сол жеңіске жетті деп есептейміз. Жүлде қандай? Бір-бірлеріңді мойындату үшін қандай құрбандыққа барар едіңдер? Кез келген. Барлығына да. Ендеше, дүниелерің мен капиталдарыңды бір жерге жинайсыңдар. Жеңген адам барлығына ие болады. Ал жеңілгенше? Жеңілген адам түксіз қалады. Болас. Шарт қатаңырақ болсын. Жеңілген адам жеңімпаздың қолында жұмыс істейді. Мұнда сен өзіңді өмір бақи менің қол астымда жұмыс істеуге дайындай бер, қазірден Сен бастап. дайындай. Алтеке мынаны айтып тұрғанын қара. жарайды. Келістік. Дүниелеріңменен шарттардың орындалуына кепілмен. Қол алсыңдар. Бәс.
Артылған арман тынып тұрған бәсеке, бәсекеде бақталастық болуы шақырыс екен. Қара суда ас екен, құм жиылса тас екен. Міне солай өмір деген бәсеке. Өмір деген бәсеке.